Мынау талап бұл анау былтырғы жылы 5 бала өртеніп кетіп, қиын жағдай болып, аналар біраз толқып, осы бүгінгі күнгі өзгерістеріміз сол аналардың толқуынан, аналардың көтерілісі деп айтсақ та болады, сол көтерілісінен болған өзгерістер болатын. Сол аналардың қойған 10 талабын сағат 1-де жазып бітірдім. Мен сөзім өтірік болмас үшін, мінекей мынау адамдардың ат жөндері, телефондарын өшіріп тастадым. Бұдан басқа тағы да 3-4 беті бар. Сөзім шындық болу үшін мыналарды тарих ретінде сақтап қойдым. Бұл тарих деп есептеймін. Өйткені себебі бұл ең өзгерістің басы ол аналардың осы толқуы. Екінші талап, әрбір балаға ай сайын ең төменгі күнкөріс мөлшерінде жәрдемақы төленсін. Ол 2019 жылы 29.698 теңгені құрайды. Зоопарктегі аңдарды ұстап тұру үшін әр күніне аңға осынша қана жұмсалады. Ал біз мұны мемлекет құндылығы болып табылатын бала үшін ай сайын төленуін сұраймыз. Аналардың толқуы, ол былай болды. Сол күндері интернет жабық болады. Мұхтар Әбіләзов сөйлейді, тағы бірдеңе болады. Аналар көтерілейін деп жатыр деді. Әлбетте оны бастаған Сәуле Әбілдахан қызы болатын. Сәуле Әбединова, журналист, өздеріңіз білетін. Сол кісі қандай болса да осы митингке шығам, рұқсат берсе де бермесе де деді. Сосын ол кісі талаптарын салды. 6-7 талап салды. Негізінен ол кісінікі журналист адам болғаннан кейін әлеуметтік бағытта негізінен. Содан кейін барып маған аналардан, Астананың аналарынан хабарласты. Осындай бізде көп ұсыныс бар, бірақ Сәуле Әбілдахан қызының негізге аламыз, талаптарын, ұсыныстарымызды бізге жүйелеп бер деп. Мысалға, сіз айтпайсыз ғой, маған оның ішінде мынандай ұсыныс бар. 1 миллион теңге бір балаға дейді. 1 миллион теңге деген бізде номинал жоқ қой, сондықтан оны біз байлауымыз керек. Не оны күнкөріс деңгейіне байлауымыз керек, немесе айлық есептік көрсеткішке байлауымыз керек, тағы басқаға бірдеңе байлауымыз керек. Сондықтан да бұны түнімен отырып, сағат 1-ге шейін отырып, жүйелеп, жаңағы көп аналардың ұсыныстарын бір жерге жүйелеп, 10 ұсынысқа әкеліп салып, сосын енді жіберейік десек, сағат 1-ден 3-ге шейін интернет жабық болды. Ал аналар дегенде кәдімгі көп балалы аналар маған аманаттап отыр. Сағат 1-де жазып бітірдім, енді жіберейін десем интернет істемейді. Соны сағат 3-ге шейін отырып, мен Алматыдамын, ол кісілер Астанада, 3-те өтті. Айтуы абырой болғанда таңертең олар ерте барып шығарып алып, соны оқып берді. Бұл да тарих деп есептеймін. Тарихтың алдында, ұрпақтарымның алдында менің бетім ашық деп есептеймін. Өйткені себебі ешқандай уақытта да ойыма келген нәрсені тайсалмай айтуға тырысам. Осы мінез бәрімізде қалыптасқан кезде, бәрімізде тайсалмай айтқан кезде, бәріміздің де өзіміздің құқықтарымызды талап еткен кезде, сол кезде ғана біз құқықтық мемлекет құра аламыз. Сол кезде ғана құқықтық мемлекет құрылып, демократиялық қоғам орнайды. Қой үстіне боз торғалайды, жұмыртқалайды. Әйтпесе, үндемей былжырап жүре берсеңіз, ештеңе де болмайды. Жоқ, неге қайраткер? Адам ең бірінші өзіне өзі қайраткер болу керек. Содан кейін барып отбасына қайраткер болу керек. Отбасыңа қайраткер болмасаң, сен еркек болсаң, әйелің қайраткер болады. Керісінше немесе, одан кейін барып ортасына қайраткер болу керек, қоршаған ортасына. Елге сыйлы, айтқан сөзі өтімді деп жазады. Неге? Өйткені себебі ол қоршаған ортасының қайраткері. Содан кейін барып өзінің ауданыңа, істеп жүрген орныңа, мектепте істеп жүрсің бе, әлде басқа бір жұмыс орнында істеп жүрсің бе, сөзің өтімді болса, демек қайраткерсің. Одан кейін барып облысыңа, одан кейін барып қоғам қайраткері болады. Бірақ біздің міндет қоғам қайраткері болмай ақ қойыңызшы. Бірінші өзіңізге өзіңіз қайраткер болып алыңыз.